бақытты болғыңыз келе ме? Онда таң ата сала өзіңізге мына сұрақты қойыңыз. Ояна салғанда ең алдымен ойыңызға не түседі? Бүгін бітіруіңіз керек жұмысты ойлайсыз ба? Сіздің жауабыңызды күтіп қалған электронды хаттар, жиналып қалған қағаз, құжаттарды еске аласыз ба? Кеше бітірме қалдырып кеткен үйдегі бір тірліктер мазалай ма? Әлде сізді бақытты ететін заттарды ойлайсыз ба? Мектепке бара жатып, бетіңізден сүйген балаңызды, үйге келгенде құшақтап қарсы алатын жарыңызды, армандаған дүниенің бәрі әлі уысқа түспесе де өмір ғажап болып көріне ме? Баяғыда Альберт Эйнштейн айтыпты: адам үшін ең маңызды шешім қандай әлемде тұратынын таңдау, достық әлде қастық. Айналаңызды қандай қылып көрсеңіз, бұл күніңіз қалай өтетініне әсер етеді. Ремез Сассон позитивті ойлау жүйесіне салып қарастырады. Позитивті ойлаған адамның көзі жарқырап, күш-қуаты тасып, бақытты екені көрініп тұрады. Кездейсоқ жағдай болғанда түсіністік танытыңыз. Турист тоқтатса ше, төзімділік танытыңыз. Айналаңыздағы сұлулықтан ләззат алыңыз. Жұпар ауамен аяқ астынан пайда бола кеткен бос уақытты ұтымды пайдаланыңыз. Әлем тамаша деген оймен күніңіз басталса, жоспарсыз дүниелерге, негативке бой алдырмайсыз. Төзім мен үміт молаяды. Жақсылық жақсылықты тудырады. Күн жақсылықпен басталса, ары қарай жақсылықтар легі толастамайды. Миыңызды бақытты болуға үйретіңіз деген кітаптың авторы Сьюзен Рейнолдстың айтуынша, рахаттану сезімі адам миын өте қатты ынталандыратыны сонша, ми сол рахаттану сезімін үдете береді екен. Яғни, айналаңыздан неғұрлым көп жақсылық көрсеңіз, соғұрлым жақсылыққа кенеле бересіз. Ояна салып, жаман әлемде өмір сүруді таңдасаңыз, күніңіз басқаша өтеді. Алдыңыздағы адам баяу жүрсе, не кептелісте тұрып қалсаңыз, көңіл түседі. Дүкенде кезекте тұру мәңгілікке созылғандай көрінеді. Қолға алған істің бәрі бұрынғыдан 10 есе қиындап кетеді. Ештеңе ойлағандай жүрмейді. Мазаңызды қашырады. Дәл қазір бірдеңе білінетіндей көңіл күйде жүресіз. Осының бәрі әлем жаманатқа толы екенін дәлелдей түседі. Денсаулыққа пайдалы. Позитив ойлау адам денсаулығына да пайдалы. Күйзелістен, алаңнан құтқарып, адамды кез келген түйткіл кезінде сабырлы ете түседі. Айналасынан жақсыны көп көретін адамдар әдетте ұзақ өмір сүреді. Күйзеліске де төзімді. Негатив ойдың жетегінде кету қалай екенін мен жақсы білем. Әсіресе қазіргі қарбалас әлемде жай ғана ақпарат парақшаларын ақтарып шықсаңыз да жеткілікті. Бұл әлемде бәрі шетінен бұрыс екенін дәлелдейтін дүниелер топырлап шығады. Мұндай ой бақытты болуға кедергі келтіреді. Бұның бәрі жетістікке жетуге кедергі. Себебі ойлау қабілетін, шығармашылықты тежейді. Болып жатқан дүниені тиянақты қабылдауға әсер етеді. Егер өзіңіз жақсы болғыңыз келсе, онда ең алдымен таң атқанда позитив ойлап үйреніңіз. Күнді неғұрлым позитивті бастау үшін не істеу керек? Егер позитивті ойлау сіз үшін жаңа дүние болса,
төмендегі кеңестер айналаңыздан жамандықтан гөрі жақсылықтың нышаны көбірек байқап жүруді үйретеді. 1. Тек позитивті көңіл күйді білдіретін сөздерді қолданыңыз. Бүгін тамаша күн болады, немесе бүгін басымнан кешетін дүниені тағатсыздана күтемін. 2. Сізді бақытты ететін дүниелерге назар салыңыз. Баламның мектептегі кеште қойылымдағы рөлін көруге асықпын. Бұл жоба маған не беретінін тезірек көрсем ғой. 3. Жақсылықтың бәрін қадірлеңіз. Мықты денсаулығым үшін, есеп шоттарымды уақытылы төлейтінім үшін, тату-тәтті отбасым үшін мың алғыс. Позитивті адамдармен көбірек уақыт өткізіңіз. Бұл сізге де сондай болуға көмектеседі. Осының бәрі сізді бақытты ететіндігіне ешкім кепіл болмаса да, дегенмен де зейініңізді тек жақсыға бұрсаңыз, жаманды аттап өтсеңіз, осының өзі үлкен жетістік. Бәріне уақыт керек. Сондықтан ертең ояна салып, өзіңізден сұраңыз: мен қандай әлемде тұрамын? Жақсы ма, жаман ба? Таңдау сіздің қолыңызда екенін ұмытпаңыз. Өзіңізге жақсылық жасап, біріншісін таңдаңыз. Бұл сізге бақытты болуға септеседі. Деніңіз де сау болады.